көңіл-күйіміз жақсы ма? Жақсы. Ой, балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Айта ғой, Мардан? Көз мезгілі. Жарайсың, көз мезгілі. Сіз мезгілі неше ай бар, сізде? 3 ай. 3 ай бар. Қандай кім айтады ма? Айсың айтып бере қойшы. Қазан, қараша. Ой, жарайсың. Bir haftada неше күн бар, Омар? 3 ай. Bir haftada неше күн бар? 7 күн. Дұрыс айтасың, Асылбек. 7 күн бар екен, я? Ой, жарайсыңдар. Балалар, осы күн мезгілді ауа райы қандай болады? Кім айтады? Қолымыз көтер айтамыз. Жапырақты сарғайып жерге түседі. Дұрыс айтасың. Сосын тағы қандай ерекшеліктер болады? Басқа мезгілдерден қарағанда. Күзіміз қандай болады? Күз жомарт деп неге айтамыз? Өйткені күз мезгілі не піседі? Қамыс, помидор, қияр, ой, жарайсың. Осының барлығы қай мезгілде піседі екен? Күз мезгілінде піседі екен, я? Балалар, күз мезгіл жайма кім тақпақ айтып береді? Олар айтып бере қойшы күз мезгіл тақпақ. Күз мезгіл жай тақпақ айтып бере қойшы ке. Алқапты бидайды, қоймағай жинайды, тізімген ұнатамын күзімен. Ой, жарайсың. Балалар, күз мезгіл сендерге ұнай ма? Несімен ұнайды? Өйткені барлық жеміс, көкөністің бәрі не істейді сол кезде? Піседі. Дұрыс айтасың, Назима. Піседі екен. Ал балалар, күз мезгілін жомарт деп екенбіз, я? Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, жапырақтар неге сарғаяды? Дұрыс айтасың, күннің көзі жетіспегеннен жапырақтарымыз не істейді? Сарғайып, жерге не істейді? Түседі екен. Ой, жарайсың, балалар, кәп қолымыз ұстайшы. Қазір істеп беріп. Кәп қолымыз ұстайшы, кәп балалар. Балалар, кәп ұстайшы. Біздің балалар қараңыз, неге ұқсап тұрмыз? Қандай пішінге ұқсап тұрмыз? Дөңгелек тұрмыз, я? Ой, жарайсың. Неге тағы неге ұқсап тұрмыз? Күнге. Дұрыс айтасыңдар, күнге ұқсап тұрмыз, я? Балалар, аспанда қандай табиғат құбылыстары бар? Күн қайда тұрады? Аспанда, жоғарыда тұрады екен. Тағы да қандай құбылыстар төбеде? Бұлт бар, аспанда табиғат құбылыстары. Бұлт, сосын? Бұлт, күн. Дұрыс айтасың. Айымыз бар екен. Ой, жарайсыңдар. Күніміз бар екен, я? Ал жерде қандай жабайы жануарлар болады? Жерімізде қандай жабайы жануарлар болады? Aslan, жолбарыс, тау, тас, бәрі балалар табиғат құбылыстарында жатады екен, я? Ендеше балалар, бүгінгі іс-әрекетімізде балалар, бүгін біз табиғат жайлы әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз балалар, табиғатты аялайық делінген екен балалар. Бүгінгі тақырыбымыз табиғатты аялайық. Ендеше балалар, құлақтарына бір дыбыс естіліп жатқан жоқ па? Экранға қарайықшы балалар. Экранға қарайық. Саламатсыңдар ма балалар? Мен жер анамын. Маған сендердің көмектерің қажет. Мені қоқыс қалдықтарымен ластап тастады. Сол қоқыс қалдықтарын жинауға көмектесіңдерші. Сендердің маған көмектерің қажет, балалар. Ой, балалар, бізде кім көмек сұрап жатыр? Жер ана ғаламшар көмек сұрап жатыр, я? Неге жер ана ғаламшары? Дұрыс айтасың, қоқыс тастап та маған не істейді? Көмектесіңдерші дейді, я? Көңіл-күйі жоқ екен. Не істейміз? Көмектесеміз ба? Олай болса, шуланмай, жер ана ғаламшарына жақындайық. Балалар, шеңбер болып отыра қояйық. Қараңдаршы, біз жер ана ғаламшарына келдік, е? Жер ана ғаламшар қандай болып тұр? Көңілсіз болып тұр, е?
айтасыңдар, өйткені бұл сыр тастапты иә? Ой, балалар, табиғатты осылай ластауға бола ма? Болмайды, иә? Дұрыс айтасың, Ясина. Табиғатты ластауға болмайды. Ол адам денсаулығына өте Пайдалы. жоқ, табиғат, не балалар, иә? Ой, жарайсыздар балалар. Балалар, енді қараңдаршы мына қоқыс қалдықтарына. Нелер жазды? Қараңдаршы, біледі ме? Қаламдар, сосын ойыншық, қағаз, темір қалдықтары, қалам жатыр екен, иә? Қағаз жатыр екен. Ой, жарайсыз. Балалар, бұларды не істейміз біз? Не істеуіміз? Алып тастаймыз, иә? Тазартамыз ба? Ол үшін балалар, біз қоқыс қалдықтарды ешқашан қолдарыңмен ұстауға болмайды. Сол себепті сендердің қолдарыңа мен арнайы қолға таратып беремін. Отыра қойдар. Таратып соны оң қолдарыңа кие қойды, жарай ма? Оң қолдарыңа киіңдер. Жай. Темір тесекке саламыз, ал тамақ қалдықтарын жақын түске. Қалып шығамыз. Асықпаймыз бала. Арайдамдар. Кеп, болғандар бала. Асықпай қасамыз. Al yedi şey Allah'tan açtığımız ben her zaman. Pazartesi'ndeyim. Sen Allah'tan arasın. Allah'tan arasın. Allah'tan arasın. Ha. Sıktım. Vay daraysa. İyi mi? Alaşağınıza karşı. Alaşağınız kadar yoktur. Осы балалар қараңдаршы, біздің ғаламшарымыз қандай болды? Таза болды, иә балалар. Табиғат нешеге бөлінеді? Кім айтады? Кім айтады? Асыл айтады. Табиғат нешеге бөлінеді? Екіге. Қандай болып бөлінеді, Мұстафа? Қандай болып бөлінеді? Дұрыс айтады. Және өз табиғат болып бөлінеді. Табиғат дегеніміз не? Айтасың, табиғат дегеніміз бізді қоршаған ой жарайсың бала. Қарашы, табиғатымыз біздің тас-таза болып табиғатымызды аялауымыз керек, иә? Табиғат біздің анамыз екен, иә бала? Енді осы таза табиғат, таза ғаламшарымыздың үстінде бала ойынына алады, келе ма? Иә!
Бұлай болса балалардың есіндегі ойынды айтып келдім. Бұл сандықша, сиқыр сандықша алып келді сендерге балалар. Бұл жай ғана сандықша емес балалар. Бұның ішінде ойындар бар. Табиғат құбылыстарынан жасалған ойындарымыз бар. Балалар бүгін сендермен қазір тірі және өлі табиғат ойын ойнайтын боламыз. Бұның ішінде жаңа айтып кеттім, сендер табиғат құбылыстары бар. 3 технологиясын қолданып отырып, қазір біз ойын ойнаймыз, жарай ма? Енді балалар, бұл сандықша, сиқырлы сандықша деп жаңа айттым, я? Енді бұл не істеуіміз керек? Ашамыз, сиқырлап алайық. Оның арнайы сиқырламасақ, бұл сандықша ашылмайды екен. Тағы бірге байқаған жүргесіз. Ақалай, ақалай, сиқыр салайық. Ашылмай тұр ма балалар сандықшамыз? Тағы да бір айтып білейікші. Ақалай, ақалай, сиқыр салайық. Тағы да ашылмай жатыр. Не істейміз, тағы бір айтып көреміз ба? Тағы ашылайық. Ақалай, ақалай, сиқыр салайық. Ой, балалар, сандықшамыз ашылды. Ішіне не бар екен? Ашпай балалар, мына не? Ағаш екен, иә? Нашы бар? Бар, екен, иә? Күшік екен, иә? Енді балалар, осы табиғат құбылыстарын бір-бірін аламыз, таластаймыз балалар. Байланып бер. Ол алады. Қоя беріңіз, алады. Біреуін аласың. Мұстафа, сен ағашты аласыңшы? Бесанканы басқасын бер. На, кімге қалып кеттің? Ал енді балалар, қолдарында табиғат құбылыстары бар, я? Сенен бастай қояшы, қолыңа не алдың сен? Қарашы. Күнменен бұлт алдың, я? Қайсы? Өлі табиғатқа жатама, тірі табиғатқа жатама? Өлі, жарайсың, Кәтсина. Мұстафа, сен қолындағын. Ағаш, өлі табиғатқа жатама, тірі табиғатқа жатама? Тірі, жарайсың. Қоясың. Асылым, қолындағын не? Қарашы. Қонақтар, көрсет алға. Не ол? Ара, тірі табиғатқа жатама, өлі табиғатқа жатама? Жоқ, тірі табиғатқа жатады. Тірі, ой, жарайсың. Асылбек, қолыңдағы қарашы, қолыңа. Не ол? Жоқ, тау емес па? Тау. Тірі табиғатқа жатама, өлі табиғатқа жатама тау? Жарайсың, өлі табиғатқа жатады. Омар, қолыңдағы не қарашы? Ит. Ит, ит қандай табиғатқа жатады? Өлі ма, тірі ма? Тірі, жарайсың, тірі табиғатқа жатады. Құс, тірі табиғатқа жатама, өлі табиғатқа жатама? Тірі, жарайсың, қоялы. Айта бақ, қолыңдағы. Құм, қандай табиғатқа жатады? Өлі және тірі, қайсына жатады? Жарайсың, өлі табиғатқа жатады. Назима, айта қойшы, қандай табиғатқа жатады? Тірі ма, өлі табиғатқа жатады? Тірі, жарайсың, Назима. Кім? Бексұлтан, қолыңдағы. Қандай табиғатқа? Су, қандай табиғатқа жатады? Дұрыс айтасың, Бексұлтан, өлі табиғатқа. Кім? Елбек, қолыңдағы не сен? Піл. Қандай жануарға жатады? Жабайы жануар, я? Енді, ол өлі табиғатқа жатама, тірі ма? Жарайсың, тірі табиғатқа жатады екен, я? Ол әкелді, ортаға, қой. Ой, жарайсыңдар. Балалар, біз өлі және тірі табиғатты не істедік? Ойнадық, я? Енді осы тұста табиғат жайлы маған. Тақпақ айтып бере ғой, Мұстафа айтып бере ғой. Қазір, сен айтасың. Табиғат біздің анамыз, деді біздің бағамыз. Тада болса табиғат біздің бағамыз. Ой, жарайсың. Аяна, қайда, кел ағыл. Дақтарды сындырмай, тазалықты сақтаймыз, гүл өсіріп су құйып, табиғатты қорғаймыз. Ой, жарайсың, Аяна. Асыл, айтып бере ғой, шақпайын. Ақпағын. Шиит табиғатының айналайын, о бағын
табиғатты балалар қандай жақсы айтып берді. Енді балалар, осы таза ғаламшарымызда балалар үстінде отырып, тыныс алу жаттығуын жасап жүрейікші, иә? Иә балалар, біздің шеңберіміз қисық болып қалды. Таңғы оқып отырайықшы. Ал тыныс алу жаттығуын бастай бердік. Үрлеу арқылы өкпеппен өкпемізге тыныс алу жаттығуын жасап жүрейік. Олай жарайсың. Жарайсың. Үрлеу. Ясын ала, үрлеу. Мына өкпеміз біздің жақсы тыныс алу үшін жаңағы пакетіміз үлкен болу керек, та? Берім бәрін қаңдар балалар. Ой, жарайсыңдар балалар. Ой, жарайсыңдар. Қаңдар үрле қойды. Үрле қойды. Ой, жарайсың. Омар жақсы, жарайсың. Қаматтан жүреді. Назима, жарайсың, Назима. Ой, жарайсың. Үрлейді. Әкелі ғой. Марда. Жарайсың, Марда. Көкемізге тыныс алып жатыр ғой. Ұнап жатыр ма сіздерге бала? Ой, жарайсыңдар. Ой, жарайсыңдар. Қолымызда таңдарымызды сатып ба? Алдымызға қоямыз, өзіміздің алдымызға қоямыз. Тақ қоя тұрмыз алдарға. Бәрін жасап алыңдар. Ой, жарайсыңдар. Тақ алдарға қойыңдар. Жасадық па балалар? Алдымызға қоямыз. Таңдарымызды. Қоя салыңдар, Марда. Ой, жарайсың. Ал енді балалар. Аласың, күресін болып. Өтеңіз. Балалар, біздің қолдарымыз қандай? Аласыңдар ашыңызшы. Біздің қосақтарымыз қандай? Шебер, иә? Шебер қолдар деген тақпағында айтпейміз, жалғыз жаустап түртеде, ұстай алмашы түрде, екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті, үш саусағын оранды, жүгіртеді қаламды, өнерлі он саусақ, ой, жарайсың, бұл тақпақ біздің үшін айтып отырмыз. Өйткені біздің қолдарымыз шебер, бізге жаңа жер ана ғаламшарымыз, бізге тапсырма берді, сол тапсырмаларды орындаймыз ба? Олай болса, мына жақта тапсырмаларымыз тұр. Мына жаққа жайғасып тапсырмаларды орындап тастайықшы. Балалар айналып табылды, келдіңіз. Балалар бұл тапсырманың шарты балалар. Кері және тура. Балалар не қал өтеміз, балалар не қал. Содан кейін осы тапсырмаларымыз. Кел балалар. Кел. Балалар не қал өтеміз. Тапсырма орындап жүрейік, осы тапсырма көшетін жарай ма? Балалар тапсырманың шарты балалар. Сандарды кері және тура санап шығамыз. Кел ауыр. Аласпаймыз балалар. Кетпей қаламыз. Істей беріңдер бірге, істей беріңдер. Алдарын аласпаймыз. Бірден бастап. Как номер? Жасайды, жарайсыңдар балалар, жасай беріңдер. Ой, жарайсыңдар балалар.
Ясина жасайды. Жарайсың жасайды. Hem deresine bağlı. Болды, алдым. Болды. Жасап болғанда мына жақта ұлыс жасай беріңдер. Асылым? Мына асылым орындай бер. Бұл тапсырмада асылым сайып мазақпен айым жасай қойыңдар. Сайып мазақпен айым жасай қойыңдар. Bir sayып мазақтан бастайық балалар. Сам жетіспей қалды, мен тұр санда алғысың. Сен болыпсың ғой, Кира? Кепсін орын ұстайық бала. Ой, жарайсыңдар. Апай, мен болдым. Апай, мен болдым. Мұстафа, мына жаққа. Апай, мен болдым. Кира ғой. Әдемі аяға. Резина жетпей жатса, мына жаққа резина ала берді. Бастай бер. Пихсам, мына сайқымызды күрелей бер. Аю жасай бер. Назима, құлаға. Бірді қояды. Құрыс, жарайсың. Кет, Назима. Мына жаққа киді. Кет, мына жаққа Басқа күй жібересің.
Volta.